Бүгінгі сарапшымыз Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясының форсайт зерттеулерінің қатысушысы, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ғылыми білім беру технологиялық платформасының атқарушы директоры, ауыл шаруашылығындағы цифрлық технологиялар бағыты бойынша ғалым Ермеков Фараби Керімбайұлы. Форсайттың маңыздылығы бірінші, мен енді өз бағытым бойынша ғана айта аламын. Бұл цифрлық технологиялар, ауыл шаруашылығындағы цифрлы және ақылды технологиялар. Бұл бағыттарды форсайт негізгі мәнісі мен мақсаты бұл алға қарай болжау. 10 жылға, 20 жылға, 50 жылға дейін болашағымыз, келешегімізде осы бағытымыз қандай күйде болады, қандай көріністе болады деген секілді соны болжау жасау. Ол болжаудың жасаудың құралдары өте көп, әртүрлі құралдар, әлемдік деңгейдегі әдістемелер бар, өте терең зерттеулер бар. Және оны ең бастысы жан жақты талқылаудың арқасында қол жеткізеді. Ол әрине сарапшылар бар әр бағытта, сол саланың өндірісте жұмыс жасап жүрген мамандары бар, шаруаларды қоса алған кезде ғалымдары бар. Солардың бәріменен ақылдаса отырып, сол ортаға салып талқылай отырып қабылданатын негізгі анықталатын болашақ. Ауыл шаруашылығына байланысты цифрлық технологиялардың ең түпкі бара жатқан мақсаты, дамудағы мақсаты адамның қатысуынсыз ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру. Қазір бүкіл технология сол бағытқа, сол мақсатқа қызмет жасап жатыр. Ең қарапайым технологиялардың бірі мысалы дрондар. Ұшқышсыз ұшатын аппараттар. Ол дрон деген тек қана ұшатын аппарат емес, ол жергілікті дрондар бар неше түрлі. Анау иттің көрінісіндегі дрондар бар. Ең негізгі құндылық бұл жерде дронның өзі емес, ол дронның өзіндегі тұрған сенсорлар, камералар және сол ақпараттарды жинайтын әртүрлі құрылғылар. Мысалға, бірінші біздің білетініміз оптикалық камералар болатын болса, қазір одан ары қарай кеңейіп тепловизионный камера, лазерный лидарлар, неше түрлі сканерлер, қосымша ауаның сапасын анықтайтын газ анализаторлардың өзі сол дрондарға қойылып жұмыс жасап жатыр. Оған қоса екінші бағыты дрондарды пайдаланудың. Мысалға, химикаттарды, не болмаса тыңайтқыштарды енгізу ауыл шаруашылық алқаптарда. Оған қазір өте көп назар салынып жатыр. Бұлда болашақ өте тиімді деп есептеледі. Тағы бір өте үлкен тренд, өздеріңіз білесіздер, жасанды интеллект тренді жалпылама қазір дамып жатыр. Енді соның ішінде уақыттық және кеңістік жасанды интеллект. Бұл бағытта өте жаңа бағыт, өте перспективті бағыт. Себебі бүкіл кеңістік және уақыттық деректердің бәрін талдап, сол талдаудың негізінде ұсыныс беру, ақыл айту, келешегі осы таяу арада енді. Біз ойлап отырмыз, соның арқасында агроном мамандығына мысалға, не болмаса мал шаруашылығы мамандарында ақыл беретін дайын жүйелер шыққалы жатыр. Біз бұл форсайт зерттеулерін жасаған кезде әрине жалпылама ұсыныстарды бердік. Бірақ оны жай ғана ұсыныс қана емес, сол ұсыныстарды өзімізде пайдаланып жатырмыз. Мысалға, осы жылдың басынан бері қарата, 25 жылдың басынан біз уақыттық кеңістік деректер бойынша жасанды интеллектінің зертханасын құру бойынша жұмысты бастап кеттік. Мынау арқаңызда тұрған мынау көлік сол зертхананың мобильный платформасы. Бұл жерде көлік келді, мысалға бір аумаққа келді, ол жерде өрт болып жатыр, не болмаса су алып жатыр деген секілді. Бүкіл дрондардың бәрін жан-жаққа ұшырды, сол аумақты толықтай қамтып, әр секунд сайын ақпаратты жинап отыр, көріп отыр, ненің қалай өзгеріп жатқан, өрттің қай бағытқа қарай жылжып жатқан толықтай көріп біріншіден. Екінші, өте қуатты есептеу құрылғылары қойылған, серверлер қойылған. Сол жерде деректердің бәрін автоматты түрде өңдеп, оны жасанды интеллект арқылы шешім қабылдауға ұсыныстарды беруге осы платформа қауқарлы. Ары қарата мысалға ол деректерді орталықпен байланыс үшін спутниктік байланыс орнатылған. Қосымша бірталай жабдықтары өте заманауи.
То есть бұл бағыт біздің енді тек қана ауыл шаруашылығымыз, жалпы қоршаған орта, жер үстіндегі, жердің астындағы қорларымызды толықтай басқаруға мүмкіндік беретін міне ақылды жасанды интеллектілердің бірі міне осы болмақ бұйыртса. Шаруаларда, бизнестің басына түскен проблемаларды ғалымдар білмейді. Ғалымдардың жасап жатқан зерттеулерінің нәтижесі бизнес білмейді. Сәйкесінше осы екеуінің арасындағы байланысты нығайту бұл форсайттың негізгі бағыттарының бірі болды, сол ұсыныстардың бірі болды. Оны бізде әртүрлі оған құралдар ұсынылды, заманауи құралдар жеткілікті екен. Оған қарамай бүгінгі күні күн санап бизнестің өзінің қызығушылығы және ғалымдардың қызығушылығы туындап бір-біріне бағыт алып тартылу процесі жүріп жатыр, басталды. Мысалға, мына ғылыми зерттеулердің нәтижесін коммерцияландыру деген грант конкурстары бар. Сол бағытта біз бірнеше рет куә болдық. Бизнес өкілдері өздері келіп, бізде осындай проблема бар, осыны шешетін бізге технологияны ұсыныңдар. Және соны біз бірлесе отырып жаңағы конкурсқа қатыстырып, грант алып, соны бизнестің негізінде сол проблеманы, сол мәселені шешейік деген ұсынымдармен келіп жатты, және ондай жобалар бүгінгі күні жүріп жатыр. Соңғы жылдары президент жанындағы ғылым академиясының құрылғанының арқасында қазір біз байқап отырмыз, саясат бағыт өте күрделі өзгеріске ұшырады. Біріншіден, академиктерді қабылдау. Академиктерді қабылдау процесін біз қарап отырмыз, бақылап отырмыз, көріп отырмыз. Талай атақты деген, абыройлы деген ғалымдардың өзі кейде өте алмай қалып жатыр. Себебі қазір атақ абыроймен емес, нақты ісіменен дәлелдейтін уақыт келді. Және кез келген академиктер қатарына қосу барысында, конкурстың барысында бұл мәселе өте жіті қадағаланып жатыр. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, өздеріңіз естіп біліп жүрсіздер, өңірлерде өңірлік ғылымды дамыту мәселесі соңғы кезде өте қатты көтеріліп жатыр. Шынында бұл өте дұрыс дүние, өте дұрыс ұстаным. Бүкіл ғылымның бәрін орталыққа жинап алып, бүкіл өңірдегі проблеманы біз мына жақта отырып шешеміз деген ол дұрыс емес нәрсе. Сондықтан қай жерде проблема бар, сол проблеманы шешіп, сол өңірді дамыту үшін, сол өңірдің өзіндегі ғылымды дамыту. Бұл мемлекет деңгейінде қолдайтын дүние, және оны қолдап та жатыр. Және сол ұсынымдар, осы жұмыстар өз нәтижесін беретін болса, біз ғылымның әр аумақта дамыған көрінісін көріп едік.